Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аружан. Бүгінгі видеода өте жұмсақ әрі өте дәмді синабонялардың жасалу тәсілімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен аппарамызды жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан соң дрожжиімізді саламыз, қантымызды саламыз. Және барлығын жақсылап араластырып, 15-20 минутқа аппарамыз көтерілгенше қойып қоямыз. Аппарамыз көтерілгенге дейін бөлек ыдысымызға жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оған қантымызды қосып, осыны жақсылап араластырамыз. Сары майымыз бен қантымыз жақсылап араласып ерігенге дейін. Сары майымыз жақсылап араласқаннан кейін бір-бірден жұмыртқамызды саламыз және оны жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Біздің массамыз дайын. Ендігі кезекте біздің керемет болып көтерілген аппарамызды қосып, осыны біріктіріп, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Аппараларыңыз керемет болып көтерілетін болса, онда сіздердің синабоняларыңыз жұп-жұмсақ болып шығады. Аппараларыңыз жақсы болып көтерілу үшін дрожжиларыңыз сапалы болуы қажет. Массамызға ұнның тек жарты бөлігін салып, жақсылап миксерлейміз. Қалған ұнымызды қосып, осыдан жақсылап қамыр жасаймыз. Егер де қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып жатырса, описанияға плюс 70 грамм ұн деп жазып кеттім. 70 граммнан артық ұн салмай қамыр елейсіздер. Оны тек қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып жатырса ғана саласыздар. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге бетін пищевой пленкамен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз керемет болып көтеріледі. Енді осы қамырымызға 4 бұрышты форма жасаймыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Кішкене оқтаумен жаясыздар және барлығын видеода көрсетілгендей етіп орайсыздар. Орап болғаннан соң қамырымыздың бетін ыдыстың көмегімен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін начинкасын дайындаймыз. Ол үшін біздерге қант және корица қажет болады. Корицамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Алдын ала помадкасын дайындап қоямыз. Ол үшін осындай ыдысымызға қаймағымызды салып, үстіне қант ұнтағымызды қосамыз және барлығын миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Помадкамыз дайын, енді оны бөлек ыдысымызға салып аламыз. 15 минуттан соң біздің көтерілген қамырымызды алып, осыны 4 бұрышты етіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Төрт бұрышты етіп жайылған қамырымызға бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды жақсылап жағып шығамыз. Немесе сары майымызды толықтай ерітіп жағуға да болады. Мен бөлме температурасындағы сары майды жақтым. Келесі кезекте бізде корицамызды барлық жеріне жететіндей етіп, қасықтың көмегімен сеуіп шығамыз. Қамырымызды жақсылап орап шығамыз. Синабоняларымызды кесіп шығамыз. Пышақтың көмегімен немесе мен сияқты жіптің көмегімен кесуге болады. Жіптің көмегімен кесетін болсаңыздар, синабоняларыңыз түп-түзеу болып кесілетін болады. Осылай барлық синабоняларымызды кесіп шығатын боламыз. 12 немесе 14 штуктай шығуы қажет. Синабоняларымызды противенға салған кезде аралары 1 сантиметрге алшақ болуы керек.
Қызып тұрған пеште 190 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Синабоняларымыз дайын, өте керемет болып шығады. Пештен шыққан бойда бірден бетіне помадкамызды жағатын боламыз. Себебі біздің бөлкелеріміз ыстық күйінде помадканы өзіне сіңіріп алады да, өте 2 есеге өте керемет дәм беретін болады. Помадкамызды молынан жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Неке достар, біздің синабоняларымыз дайын, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.